Бәріне сәлем достар, сендермен бірге мен Даг. Бүгінгі видеода GTA 5-ке трейнер қалай жазу керегін көрсететін боламын. Бізге ол үшін мына сайтқа кіру керек. Осы сайттың ссылкасын описанияға тастап кететін боламын. Ең біріншіден бізге мына жерде көріп тұрған шығарсыздар. Мен жақындата тұрмын. Осы ең соңғысын скачать етіңіздер. Енді оны скачать етіп болғаннан кейін браузер жауа беруге болады. Сосын мынандай файл болады. Соны ашамыз. Міне осының ішіндегі GTA 5-ің папкасына мына копиретіп папкасына нете саламыз, болды. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Және мен GTA 5-ке кірем қазір. Басқа да трейнерлер бар, олар да солай жазады. Так, енді мен GTA 5 ойнаймын. Так, достар, мен GTA 5-ке кірдім. Так, автоска бірава, так. GTA 5-ке кірдім. Бізге трейнерді ашу үшін F4 басамыз, міне. Так, трейнермен қалай қозғалтады? Gnome Life деген оң жақта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сан тұрады ғой үшін. Соларды басып, нетеластыр, қозғалтыластыр. Так, міне бізде скин өзгертуге болады бұл жерде. Міне мысалы, қазір мен Франклин, енді Майкл болып кете аламын. Міне Майклды әртүрлі басар үшін андай болып шыға береді. Көрдіңіздер? Жоқ. Әртүрлі гейммен шыға береді үшін. Мысалы Тревор бар. Сиыр бар, не мысалы. Міне сиыр болсақ да болады. Так, сіздерге бір қызық көрсетейін. Мишел. GTA 4-тегі Мишел мекен. Так, 50 литр демек. Бұрында бір көріп едім. Қай жерде де? Ол жетім екен. Міне. Мынадан бәріміз танып шығармыз. Нико Белик. Көріп тұрғандарыңыз ай. Так. Міне әртүрлі адам болып скиндерін ауысып жүресің болады. Призон әрі түрмелі жүрген адам. Так, телепорт жасауымызға да болады. Маркет және сіздерге тағы қызып көрсетейін. Так. Қай жерде еді? Міне мысалы мәрел көрсете берейін. Әртүрлі остров, анау дегендер нетіп аласыздар, мысалы. Так, World, жоқ, Player, Teleport. Қай жерде? Ада жоғырдың походу. Дәл солай сияқты. Так, жарайды онда. Мысалы мен мына жаққа барғым келеді деген сияқты қараңдар. Мысалы мен мына жаққа барғым келеді. Бұл жаққа баруға ерінтірге желание болмаса, маркер деген басасыз бұлай. Так, міне болды. Так, машина шаруада болады бізге енді. Любой машина. Автобус, мысалы. Так, World. Random Cops. Random Trains. Так, Time. Не, артқа етуге де болады уақыт. Алға дегендей. Мысалы, қазір менде сағат неше болады компьютерінде? Қараңыздар. Қазір менде компьютерінде сағат 11:58 болады. Дәл сондайлап істеуге болады. И жауын немесе ауа райы типа. Clear, жауын, қар бар мен даже. Бірақ қарды дым көрінбейтін қараңыздар. Көрдіңіздер? Так. Уже дала салқын, типа жері қарап көріп тұрған шығарсыздар. Экстра сынный деген өте ашық деген дала құрғавады уже. Так, мис деген не? Так, енді не бар тағы да? Мысалына No Reload деген мылтықты оқытамай ата бересіздер.
сіздер мылтық болмайды іскен ауыстырғаннан кейін. Кешіріңіздер. Get all weapon деген болса сіздер оқтамай баса бересіздер. Оқтардан ештеңе бітпейді. Так, енді машина мысалы мына машина бұзылып жатыр, көріп тұрсыздар. Оны жөндеуге де болады даже. Так, міне фикс жөндеп алдық уже. Так, енді speed boost. Speed boost. Міне print random деген түстер өзгерте аласыздар. Жасында басқа түсі. Так. Мысалы бізді полиция қолап жүр. Ол үшін never wanted деген басу керек болды. Сосын смело атып бәрін өтіп жүре бересіздер. Так, мысалы мынаны айырып тастап wanted up деген басса 500 болды ғой даже. Көріп тұрғандарыңыздай. Азайтайын қазір бәле болады. Енді бәрін смело қыра аламыз енді. Қараңыздар. Атып жүре аламыз бәрін енді. Достар, міне видеода соңына келіп қалды уже. Сіздерден болғанмен так, видеоға лайк қойыңыздар. Келесі видеоға 10 шақты 20 шақты лайк жиналатын болса, GTA қай жақтан жазатынын көрсететін боламын.